Қайырлы күн, рецептін видеоны соңына шейін қарап, тура видеодағыдай істесеңіздер өте керемет, таразыны қажет етпейтін панкейки өте тамаша шығады. 15 минутта дайын болып пісіп шығатын рецепт ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. 2 жұмыртқа менде, осының үстіне 50-70 граммдай қант қосам. Осыны жақсылап тұрып осылай араластырып аламын венчикпен. Содан кейін үстіне комнатный температурадағы жылы сүт, бір стакан жылы сүт. Осы стакандарыңыз бірдей болса өте тамаша болады. 3-4 столовый ложка сұйық май құямыз қазір үстіне. Сұйық майда 50 граммдай шығады, 3-4 столовый ложка сұйық. Осыны тағы бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. Керемет болып, пышный болып шығатын рецепт. Содан кейін бір чайный ложка немесе пачка разрыхлитель қосамыз. Разрыхлитель болмаса, қопсытқыш болмаса. Онда үстіне бір жарты чайный ложка сода қосамыз. Газ қоссаңыздар да болады, яблочный уксуспен. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қызып тұрған құрғақ табада пісіреміз. Табаға май жағып керек емес. Тестамыз. Осылайынан пісіреміз. Жақсылап осылайынан құямыз. Өздеріңіздің бір қасықтарыңыз болу керек. Мынандай тесік пайда болады, сосын аударамыз. Осылайынан тесік болып шығады. Сосын не барып аударамыз осылайынан. Қызартып пісіреміз. Қайырлы күн, өте керемет болып шыққан. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Бұдан да жақсы рецепттер шығаруға уәде беремін. Қош сау тұрыңыздар. Келесі рецепт түсіргенше аман болыңыздар. Стаканмен немесе кружкамен өлшеуге болатын панкейкінің рецептін ұсынамын.